Саламатсыздар ма? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз параграф 39 дүниежүзі тілдері және олардың топтастырылуы. Жалпы халық дегеніміз кім? Тіл дегеніміз не? Осы сұрақтарға жауап табатын боламыз. Жалпы халық дегеніміз тілі, мәдениеті, территориясы, діні, тарихы, ортақ адамдар жиынтығы. Халықтың басты ерекшелігі бұл тіл. Тіл адамдардың қарым-қатынас құралы. Ғалымдар әлемде 7000-нен астам тіл бар деп есептейді. Қазіргі қоғамда тілдер қолданысқа байланысты тірі және өлі тілдерге бөлінеді. Өлі тілдер дегеніміз бұл қолданыстан шығып қалған тілдер, яғни ежелгі грек, копт, аккад және тағы да басқа тілдерді айтсақ болады. Ал тірі тілдер дегеніміз кеңінен қолданылатын тілдер, ағылшын, жапон тілдері. Жалпы әлем халқы қарым-қатынаста бір, екі немесе одан да көп тілдер пайдаланады. Бұл халықтың этникалық құрамына байланысты, сондықтан елдер бір тілділік, яғни Жапония мемлекеті тек жапон тілінде, Сауд Арабиясы араб тілінде, Польша поляк тілінде және қос тілділік, Канада француз және ағылшын тілі. Бельгия мемлекетін айтсақ, голланд, француз, неміс тілдерін пайдаланады. Ал Франция мемлекеті француз тілі негізгі тілі және аймақтық тілдерін айтатын болсақ, неміс, итальян, фламанд тілдерін айтады. Ал Швейцария мемлекеті неміс, француз, итальян және роман тілдерінде сөйлейді. Ал әлем тілдерінің сөйлеушілерінің саны бойынша халықтар ірі, көп таралған, үлкен, орта және кіші болып бөлінеді. Тіл дегеніміз адамдар арасындағы қарым-қатынастың басты құралы. Тікелей ойлау қабілеті байланысты болғандықтан ол ақпаратты сақтау және жеткізу қызметін атқарады. Жалпы тілді зерттейтін ғылым лингвистика. Лингвистика әлем тілдерінің құрылымын, әлеуметтік қызметін, тарихи дамуын және оның жалпы заңдылықтарын зерттейтін ғылым саласы. Адамзаттың сөйлеу тілі тіл білімінің негізгі зерттеу нысаны болып табылады. Адамдар арасындағы өзара түсінісу құралы саналатын кез келген тіл адамзат үшін, қоғам үшін қызмет етеді. 1980 жылғы мәліметтерге қарағанда дүниежүзінде 5661 тіл бар. Олардың 1400-ден астамы бұл күнде өлі тілге айналған, яғни ежелгі тілдер. 4200-і жеке дербес тілдер. Тіл білімі күнделікті қолданыста жүрген тілдерді қарастырады. Адамзат баласы ерте заманнан өзіне ең қажетті құрал тілдің ерекшеліктерін білуге, ұғуға тырысқан. Соның нәтижесінде тіл туралы ілім пайда болған. Адамның сөйлеу тілі тіл білімінің ғана үлесі емес, ол психология, физиология, логопедия, тағы да басқа ғылымдардың қарастыратын саласы. Жалпы дүние жүзінде жаңа айтып өттік, 7000-ға жуық тіл бар деп есептеді. Ал қазіргі таңда өлі тілдерден бөлек жалпы қолданыста жүрген 4-5 мыңға жуық тіл бар. Олардың ішінде тайпа тілдері, халық тілдері немесе ұлт тілдері жоқ емес. Кейбір тілдер кең қолданылу, халықаралық тілдер дәрежесіне жеткен. Олар ағылшын, испан, араб, француз, орыс тілдерін айтсақ болады. Тіл біліміне дүние жүзіндегі тілдерді екі түрлі тұрғыдан топтастырамыз. Біріншісі тілдің шығу тегі тұрғысынан, яғни туыстығы бір негіз тілден бөлініп шыққандығы тұрғысынан. Бұны тілдердің генеалогиялық топтастыру деп атаймыз. Ал екіншісі шығу тегіне байланыстырылмай, грамматикалық құрылысы мен типінің ұқсастығы тұрғысынан, яғни типологиялық немесе морфологиялық топтастыруын айтамыз. Жалпы тілдердің шығу тегі туыстығы генеалогиялық жағынан топтастырылуы, ол яғни дүние жүзіндегі тілдер өздерінің шығу тегінің бірлігіне, яғни туыстығына қарай әртүрлі семьялар әртүрлі топтарға бөлінеді. Семья дегеніміз, яғни термин, шығу тегі бір тектес тілдердің бірнеше топтардың жиынтығы дегенді білдіреді. Ал топ дегеніміз термин, яғни топ деген термин, бұл бір семьяға жататын, бірақ тұтастығы басқаларға қарағанда тіптен жақын тілдерді білдіреді.